Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум. Бүгінгі видео кешегі сұйық биогумусқа қатысты болады. Комментарияларда бір-екі адамдар жазды, жаңа жекеге жазды. Бұл жасаған биогумуңыз жарамсыз. Яғни жаңағыдай айтып жатыр, жарамсыз деп. Мен ол кісілермен спорласпаймын, және де сол кісілер бір жағынан дұрыс айтып жатқандығы жайында әңгіме қозғалады. Жаңағыдай қазір бәрін айтатын болам. Қараңыздар, кешегі биогумусымыз, кешегі шелекке салған. Қарап тұрсаңыздар, мына суда ерімейді екен. Жаңағыдай сәл бар, енді сәл мутный болып тұр. Қазір қол салып отырам. Мына түп жағын алатын болсам, көріңіз ба? Еріген жоқ. Бұл еріген жоқ. Мына камера барынша түсіріп жатыр. Соны қараңыздар. Еріген жоқ. Міне құрғақ болып тұр. Сол бойы құрғақ емес не. Енді егер мен осы қолмен мұжитын болсам, ол қалай айтам, қоймалжың состоянияға келеді. И жаңағыдай осылай біз биогумусты осылай ертіп алар мүмкіншілік бар екен. Демек, құр ағашпен егер араластыратын болсақ, бұл пайдасы жоқ. Сол бой тұрады. Егер бұлай қолмен езіп, құртты баяғыда әжелеріміз қатып қалған құртты суға ертіп, жаңағы не қылатын еді ғой, бір ас дайындайтын еді ғой. Кейбір өңірлерде біледі, қатып қалған құртты осы езет. Қолмен езіп, жаңағыдай үлкен шараға қайнатып, қысты күні ішіне құйрық май салып жіберіп, жаңағы өте дәмді ас болатын еді, тойымды. Қазір атын есіме түсіп тұр, баяғыда апамыз жасайтын еді. Демек, осылай қараңыздар, егер осылай мұжатын болсақ, ол өзінен биогумусты шығарып жатыр. Енді бұны бұлай қолмен, енді кішкентай өзімізге жасаса болады, жаңағыдай. Көріңіз бе, уже қойыланды, жақсы әдемі болып, жаңағыдай биогумус шықты. Біз енді бұның механический түрін ойлап табу керекпіз. Блендер ма, жоқ әлде қатты бір айналатын болгарка ма, миксер ма, бір нәрсені ойлап тауып, Құдай қаласа келешекте мен осы бағытта не қылам, видео түсірем, қалай жасағанымды, не қылғанымды. Жалпы бұл биогумус бізге не үшін керек? Жалпы сол сұрақ қой бізде. Қараңыздар, енді мына көшеттерге назар салайық. Мына көшеттердің астына биогумус салынбаған. Мен бұны ерте көктемде ектім, және салған жоқпын. Енді мен какта не қылу керекпін жаңағыдай. Бұларға подкормка беріп, бұлар жақсы өсуіне мен жағдай жасау керекпін. Сондықтан егерде мен қараңыздар, мынау бізде құрғақ биогумус. Егерде мен үстіне салдым дейік, мына астына түбіне салдым. Салдым. Енді бұл тамырына бару керек қой. Көрдіңіз бе, бұның пайдасы түкте жоқ. Бұның пайдасы жоқ. Мысалға суғарған кезде мен арықтан суғарамын, және ол ылғал баратта, тамырына баратта, алына құрғақ биогумус құр босқа осылай тұрады. Енді бұл бір плюсы, мынау бет жағы осы қатып қалмай, жаңағы осы не ұстап тұрады. Бұлайша тамырға ешқандай пайдасы жоқ. Не қылады? Пайдасы жоқ. Осындай жағдайда, егер көктемде бұның астына биогумус салынбаған жағдайда, бізге не керек болады? Мынандай осындай сұйық биогумус керек болады. Енді қолмен жасап жатырмыз. Енді бұл заводской болмайды. Жаңа қолмен жасап, мысалы, осы бір кесе жаңағыдай суға араластыру керек негізі. Осы түбіне осы құятын болсақ, қараңыз, су прямой барып, жаңағы астына түбіне барып жатыр. Енді осының пайдасы бар уже, неге? Жаңағы, бұл көшетке пайдасы бар. Жалпы құрғақ биогумусты қандай жағдайда пайдаланымыз? Қараңыздар, қағазға түсірейік. Мынау жер болса, көктем күні, осы жерді осылай яма қыламыз, яма қылып, енді осы жаққа жаңа құрғақ биогумусты салып, жаңағы көшетті егетін болсақ, тамырлары көшет.
тамырлары жаңа биогумустан жаңағы нәр алып, жаңағы су болады, мынаяқтан мысалы арық болған өзінен нәм барады ғой. Осы мыналарды ертіп, осы биогумустан жаңағы өзіне күш қуат алады. Қазіргі жағдай уже поздно да, мен оны салған жоқпын мынаны. Мен егер төбесіне салатын болсам, оның пайдасы жоқ. Сондықтан мен жаңағы осындай сұйық биогумус өзі құйып, сәл болса да осы азық ретінде пайдаланып жатқанбыз. Осы видеоны түсіріп сіздерге пайдалы болады деп ойладым. Себебі комментарияларда жаңағы адамдар айтып жатыр ғой. О кісілер дұрыс айтады, механический путем дейді. Биогумусты жаңағы езіп, егер шығаратын болсақ, оның несі бар, пайдасы. Бұлай ағашпен құр қозғайтын болсақ, жаңағы пайдасы жоқ екен. Құдай қаласа осы сізге де пайдалы болды деп ойлаймын видео. Лайк басыңыздар, комментарияға жазыңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар. Жалпы бұл канал, YouTube канал биогумус 0-ден деп айтылады. Бұл каналда жаңағы өзіміздің қателіктеріміз, өзіміздің жаңа тура бағыттағы жасаған нелеріміз болса, іс-шаралар, соларды жаңа адамдарға пайдалы болсын деп түсіріп жатқан жайымыз бар. Әрине кез келген комментарияға қуана қарсы аламыз, жаңағы сіздердің нелеріңіз, пікірлеріңізді, бірақ енді сәл түсінікпен қараңыздар, түсінікпен қарап, жаңағыдай жалпы шындығында қандай мақсатта бұл видеолар түсіріліп атқанын ескергеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, ондай болса баршаға сәттілік, күн сәтті өтсін. Бүгін тамаша күн болды. Құдай қаласа келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.